Спорттан құлағдар болыңыздар. Алматылықтар халықаралық әуежайда таэквондодан Қазақстан құрама командасын күтіп алды. Олар Кванчжуда өткен универсиадада жақсы нәтиже көрсетті. Елге оралған спортшылардың қатарында бүкіл әлемдік студенттер сайысының чемпионы Нұрсұлтан Мамаев та болды. Финалда 58 келі салмақта сынға түскен ол Руи Браганканы жеңді. Айта кетейік, ұйымдастырушылар биылғы спорттық бағдарламаға бокс пен ауыр атлетиканы енгізген жоқ. Жарыс басында 10 аяғым 2 саузаға шығып кетті. Кейін негізі бойды тоқтатпақшы болды, арғы жалғастырмақшы болды. Кейін тағы бір мүмкіншілік берді маған. Сояқта реферлердің өзі бір мүмкіншілік берді. Келесі бойды тоқтатпайтын болып, арғы жалғастыратын болсақ, шығуға мүмкіншілік барсын деді. Если тоқтататын болсақ, мүмкіншілік жоқ деді. Құдайға шүкір, бәрі ойдағыдай өтті.